оқып жүргенде 41 жылдың январ айында 7 класс осында оқитынмын. Соның міне ерде әскерлік дайындық болады. Соған ана класстан алып 15-тен 35-ке шейін осырада Домоброн деген не ашылып, военкоматтан әлгі кино прокаттың қызыл үйі бар ғой. Сонда не жасап, сонда ойын ойнадық. Bir ай. Сонан кейін бізге бұлар соғысқа уже несінен өтті деген қолымызға қағаз берді, сол бетімен жүре бердік. Онан 7 класты бітіргеннен кейін енді сентябрь айында қайтадан оқуға келіп ек, жоқ, сендер бұл жерде оқымайсыңдар, енді тұзақ алындыңдар деп бізді 30 шамалы баланы осы Қарқаралыдан 6 пара көзбен Қарағандыға Тұзо деген мектеп ашылды. Сонда оқисыңдар, жұмыс істейсіңдер. Қарағандыға бардық, алып барды. Сонда общежитие бар екен. Тұзода 6 ай Тұзоның қарамағында болдық. Киім берді, 3 мезгіл тамақ береді. Ана шақтыға бір түсірді. 33-ші шақты дейді, 26-ші шақты, 36-ші шақты, 18-ші шақты, 2-ші шақты, әр шақтығы 10 күнде бір рет түсіреді. Соның шақтың ішіне таныстырады. Күректі бұлай ұста көмірді сал. Сонымен біз оқыдық 6 ай. 6 айдан кейін бізді шақтыға жіберді. Бөліп. Осы Қарқаралыдан барған оннан артық бала 44-45 шақтыға бізді апарып жұмыс көрі қылып айтады. Оның запшақтысы түсіп Күзембаев деген екен 2 шақтының. Қазақ осы Қарқаралыдікі ме, оқудікі ме. Ол кісі запшақты болды. Сонан 43 жыл бітіп, енді 44 жыл келгенде Қарағанды Сталин военкоматына бізге повестка келді. Сонда істеп жүрген әлгі біздің жасымыздағы жігіттерге. Соның повесткеңді алып, сендер расчеттарыңды алып кел деп бізге не берді. Сонысын кеп Күзембаевқа мынандай бізге әскерге шақырып жатыр деп, ана повесткені жерге қойыңдар, мен шақтыдан ешкімді бермеймін. Бұл екінші пром. Мұнан ешкім алмайды деді. Оны тастап кеттік, оның кейін шақырмады, оның кейін тағы бір рет шақырып еді, әлгідей жасады. Сөйтіп жүргенде сентябрь айында Күзембаевты Верховный Советтің депутаты екен, Москваға әлгі слет пе бірдемесіне шақырып кетті. Ол өкіртіде сол 44-45 шақтыға тағы повестка келді. Оның ішінде мен де бармын. Сол 30 шамалы ма, енді 20-дан артық сол 44-45-тің балаларды шақырды бардық военкоматқа. Онда Новигородта тұрады, ол военкомат. Сталинский военкомат дейді. Комиссия деді. Мен комиссия шешіндіргенде жоқ. Аяғың бар ма, қолың бар ма, көзің бар. Сөйлеу білесің, жүре білесің, годный. Ертең жоқ бірсігін расчеттарыңда келіңдер дейді. Онда ешқандай ерік бар ма? Әйтпесе фронтқа барайық деп жүргеніміз жоқ. Оны қайда қорқып жүрміз. Бардық, барысыменен келесі күн сол кешке жақын вагонға тиетті жүргізіп. Бізді 4 күн жүрдік па, 5 күн жүрдік па, әйтеу пойызбенен Семипалатинскийге алып барды. Семипалатинскийге апарып 118-ші запасной полк деді. Сол жерде қазарма бар екен. Бізден басқадан мыңдаған солдат сол жерде. Соныменен 1,5 ай мөлшерінде октябрьдің бір жеріне шейін сол жерде болдық. Сонда ойын жасайды, енді солдаттың ойыны белгілі ғой. Таңертең тұрғызады, күні бойы сонысын тренировка жасатады, кешке жақын мылтық әлгі винтовка, автомат, соны үйретеді. Сонымен 1,5 айдан аса берген уақытта бізді енді бұлар Ақмоладан отправка болады. Ақмоламыз қазіргі не ғой? Астанамыз. Сонда кәдімде не болады екен, отправка жасайтын. Не сол жерге барсақ адам баласы құрт сияқты.
үлкені сақалы да бары, енді 50-дің ішінде 45-тен асқан, ол үлкенде сонда, жаста сонда. Сол жерде 1,5 ай болдық, Ақмолада. 1,5 айдан асып кетті ме білмеймін. Бұл енді январдың іші. Жаңа жыл өтті. Сонан Ақмоладан бізді енді бұлар фронтқа жүреді деді. Ақмолада енді тамақты нашар болды. Өзімізді қуды әбден енді арықтап бітуге айналдық. Әлі семіз әперіптауыр нелер іші жабысық балды. Тамақ өте нашар 600 граммнан 3 мезгіл супы береді, түсте бір ожау кәші береді. Ол уақыт норма сол. Сонымен бізді вагонға апарып тиеді, вагонға шығарды баяғы үгіттеді. Мінекей енді отандарыңды қорғауға кетіп барасыңдар. Отаның үшін, әкең үшін, шешең үшін, туған туыс қарындастарың үшін, соны қорғау үшін кетіп барасыңдар. Отанға берілдіңдер, жауды жеңдер деп музыка тартып, вагонға қамалды. Қызыл вагон, 18 тонналы қызыл вагонның ішінде не болады екен, 3 қатар мар. Соған сыйғанынша бір взвод сыя қоймайды, енді соған сол сыйғызып бір шалон айдады. Сол шалон түнімен жүріп келеді, күнімен жүріп келеді, бір жерге тоқтайды. Бізге тамақ ішіне сухой паек әкеп береді. Шығармайды сол вагонның ішіндеміз. Сол бетті сонсын 5 күн жүрдік пе, 10 күн жүрдік пе, білмеймін, оны уақыт өтіп жатыр ғой. Онан бір мелде түсетін жер болды, бұл немені Белоруссияның жері деді. Енді білетіндер айтады да, біз қайдан білеміз, қой енді қамақ қойған немен ішінде, вагонның ішінде. Белоруссияның жері бұл деді. Соны сол вагонны түсіргеннен кейін бізді жаяу жүргізіп, түннің бір жері, сонан түнімен жүріп келеміз, қар сондық, қом бөкен, алдынан жүреді, енді көп адам ғой, бір рота келе атқан, бұл енді 400 взвод болады бір ротада. Ол біресі алдына ананы салды, біресі мынаны салды, сонымен сол кезек-кезек жүріп таңның алдында бір ағаштың ішіне әкеп кірдік. Сол жерде палатка бар екен, палатканың ішінде бізден бұрын жатқандар да бар, енді ар жағында ағаштың кім бар, кім жоғын біз қайдан білеміз. Су болып терлеп келдік, үстімізде шенел, ішінде енді гимнастерка бар, оның ішінде жылы көйлек, енді онан басқа бізде киім жоқ. Сонсын сонда келіп, әлгі палатканың ішіне кіріп отырдық. Қисайғанымыз қисайдық, 4-тен кіріңдер деді, құрт тастаған палатка, ағаштың ішінің барлығы. Астына сайтау салом саған, саломның бәрі не көрінеді. Енді бізден бұрын жатқандар ерген, қатып қалған, бірақ салом бетінде айту тұр. Енді қалғыған тәңірден сонсын тамақ іштік. Ол күн түске шейін болдық, түстен кейін келетін үлкен әлгі генералдың біреуі келеді, командир батальон келеді, не келеді деп бізді стройға тұрғызып. Сонан олар келді, онсын көріп, бәрін жағалап өтті, артында 3-4 кісісі бар ғой. Генерал Бишкеев деді ма, жуанғарын біреуі жүр артындан алдар. Сонымен келіп көрді, жоқ, мыналар қазір неге жарамайды. Қазір дополнениеге жіберуге болмайды. Әбден әлсіреп біткен мыналар. Деп бізді бір айға демалысқа қалдырды деді. Бізге айтып атқан жоқ қой, ана бастықтарға айтады ғой. Мына жерден кәдімдер землянка жасап, бір айға шейін осы арада болады. Сол арада бір ай болдық, тамақ жақсы болды, әбден әлдендік, ұйқы қанды. Сол жерде күніне 3 сағаттан ағаш құлаттырады. Соны бір жерге тасыйма бір демістейді, енді алып кетеді құлатқан ағашты. Онан кейін болды, онан кейін командир ротаға, командир взводқа бөлді. Сонсын ертеңнен бастап сендер соғысқа дайындаласыңдар.
Жаңадан киім, жаңадан не берді, ар жағынан әлгі вагонненің ішінде, мәшиненің ішінде моншаға түсіріп, енді фронтқа дайындар уақытта жаңадан бәріне киім берді, не жасады. Жарайды. Соныменен күн батқан енді түнде сағат деді, сол түннің бір жері тревога деді. Онымен түрегелдік. Үстімізге бір ақ қалат бер. Бер жағында бір деревняға бардық. Бұл енді ненікі? Белоруссиянікі. Оның қай жердің деревнясы екенін, немен екенін енді біз біле қоймаймыз. Со деревняны алу керек бүгін түнде деді. Со деревняны алдық. Енді бір талай шығын болды, ол иттің балалары. Мына бір деревняның маңайын қазып, окоп қып, барлығын ататын жерді шатырға да дегіс нетіп алады екен. Оларын бұрын сөз жүрдік. Енді біз соған бару үшін олар көріп қойып, бір талай адам шығын болды. Өлімен тағы 5-6 күннен кейін тағы қайтадан шабуыл жасады, түн ішінде оғын алынбады. Өйткені олар дайындықта болған, бізден артпады көтөпке болмады. Оның неге кешіккенін оны кім біледі? Негізінде бір қаланы алу үшін әртелер еменен атып, не болмайды екен, көктен бомбылап, анан соны кейін барып танкіменен жаяу әскер сонда барып кіруге болады екен. Олар уже енді бекітіп алған ғой бәрін маңайын. Оныменен оның реті келмеді, онда енді бір талай қырғын болады ғой, еріксіз. Олардан да қырылған шығар, біздікі де қырылған шығар. Ол ретті алынбады. Онан енді бір 2-3 күн өткеннен кейін қайтадан шабуыл басталды бұл түннің ортасында. Бұнда енді артпады көтөпке күшті болды. Өйткені артымыздан снаряд атып, қаланың үстіне түсіп атады. Қаланың үсті көк түтін, сол уақытта атака жасап, біз де барып кірдік. Олар да атып атыр, кімге тиіп атыр, кімде ешкім білмейді, түннің іші. Сонан немістер кеттен сөзірден. Қолға түскені қолға түсір, көп неміс пленге түсті, өлгені өлді. Біздікінен де болды неше түрлі нелер. Көп адамдар бірге түнде, бірге жатқан адамдардың көбісі жоқ болды. Мен де соның ішінде тірі қалыппын. Сонымен тәңірдің сөзірде штаб ашты. Старый Рус деген қаланы құлап атқан үй, бір сау тұрған үй жоқ. Соның бір нелерінде штаб ашып, қолма-қол түзетіп, сол жерде тұрдық. Соның әрғай ар жағында тағы бір деревняны алдық. Бұл енді 45-ші жылдың апрель айында. Уже қар жіпсіп еріп атқан уақыт. Сол уақытта приказ болды деді. Мына фронттан снимать ету керек, 7-ші класс бітірген, 24-ші, 25-ші, 26-ші, 27-ші жылғы жастарды Черниговка облысында военный городок бар. Со городокта младший командир дайындайтын не бар, соған жіберу керек. Фронттан снимать ет, алып соның ішінде қанша адам бар, соларды апарып Черниговка облысында сонда военный городокқа апарып, сержантский состав дайындаймыз деген училищесінде. 4 айдан артық сол жерде училищеде болдым. Подготовка дайындық. Үйренесің, ол уақытта уже орыс тілін біліп алғанбыз. Өйткені Қарағандыға алғашқы барғанда мен нан дегенді де білмейтінмін. Енді 3 жылда Қарағандыда Шарқыда болғанда жап-жақсы, онан кейін ылғи орыстың іші қазақ. 1,5 бар, оның өзі де қазақша сөйлеспейді. Біреуі үйіктен келген, біреуі неден келген, кейбіреуі өзбектің ішінен келген. Соныменен кәдімгідей сержант деген звание алдым. Сол жерде біз кәдімгідей рота құрылды, ротада кәдімгі жаңадан әскерлер келді, соны подготовка жасауға кірістік. Мен командир отделение болдым. Сөйтіп жүргенде август айында Япония менен соғыс басталды. Японның соғысына, сонан кейін Япон соғысына отправка жасау үшін сондағы сол жастарды тегіс
неге Владивостокқа қарай вагонға салды да, вагонның ішінде соныменен Владивостоктың алдында Кангу деген неде Японияменен соғысқа кірдік. О жерде де, конечно, олар уже японистер немене дейді, Пантонский армия дейме дайындалған нелер, ағаштың басы да көпті. Енді әдегенде сол тағы қырылдық, олар да қырылды, да қырылды. Соныменен сол нені, Кангудегі нені ала алмады. Тірі қалған ағаштың ішіне кіріп кетті, қалғаны қырылды. Олар сол Кангудегі нені бермеді. Сөйтіп отырған уақытында қанша уақыт өткенін білмеймін, негізі бір айдың мөлшері ғой. Енді біз мынадан Шерниговкеден шығып, неге Владивостокқа жеткенге шейін 15 күннен артық пойыз ішінде жүрдік. Онан соғысқа кірдік, онан кейін соғыс басылды, Япония бізге горшный капитуляция болды. Енді соғыс жоқ, қайтыңдар, тірілерің шық. Бағана неменен радиомен неменен хабарлайды. Сонан соң тірі қалғандар біртін шығып жинада бастады. Сонан төменгі шойын жолдың алдында 116-шы сборный батальон жиналды. Сонсыз сол батальон сол жерде жинап алды да, Қара теңіздің жиегінде Батуми деген қалаға алып келді. Бұл түріктерменен граница сол жерден 18 шақырым екен. Ар жағы Жарысқалы дейді, Жарысқалының ар жағы Түркияның границасы. Сонда от орнатылған погран заставы сонда. Біз сол погран заставында келдік, сонда Гаубица деген орудия бар екен. Сол орудияның ротасында сол границада тұрды. Сол границадан сол жерде қайттым. Бұл 1953 жылы мен елге келдім.